Жұмыртқаға тұз қосып араластырамыз. Содан кейін қант қосып жақсылап араластырып жібереміз. Шалғымайымызды қосып араластырамыз. Ас содасын салып тағы да араластырып жібереміз. Ұн саламыз, екіге бөліп араластырамыз жақсылап. Және үкіштен өткізген асқабағымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Формамызға құйып 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді.